Шариғатымызда сақтанудың рұқсат болған, рұқсат болмаған түрлері бар, яғни бала болдырмаудың жолдары. Бала болдырмаудың жолдарынан, мысалы, харам болған жолдарынан ер адамның барып өзінің бір-екі тамырларын өлтіреді ме, сондай бір медициналық жолмен, одан кейін бала көтере алмайтын болып қалады. Бұл Еуропа елдерінде қолданыста бар нәрсе. Яғни барғаннан кейін ер адамның кейбір тамырларын өлтіріп тастайды. Ол бағанағы төсек қатынасына жарап тұрады, бірақ бала болмайды одан. Бұл жолы шариғатымызда харам жол болып есептеледі. Немесе бағанағы әйел адамның кейбір сондай бір операция жасау арқылы ішкі құрылысында бір өзгерістерді жасайды, одан кейін ол бала көтере алмайтын болып қалады. Шариғатымызда бұл да харам болып есептеледі. Енді спираль қойдыру мәселесі бар. Спираль қойдырудың